мына гүл сізге. Видеоны ашып қараған үшін мына гүлдер сізге. Өмірде бір жақсы нәрселерге сыйлықтар алу үшін біздің миымызда, біздің кішкентай кезімізде бұл нәрсеге заслужить ету керек деген установка қалыптасып қалған. И кімнің есінде, мысалы, кішкентай кезінде вечерға баратын болсақ, бір нәрсеге баратын болсақ, біз үйдің бәрін тап-таза, мен сондай едім да, үйдің бәрін тазалап, ананы істеп, мынаны істеп, потом бар мам, уже потом бар сұранатын едім да, мам, үй жинап қойдым, ананы істеп қойдым, мынаны істеп қойдым, мен вечерға барып келейінші, немесе бір нәрсеге барып келейінші деген секілді. Потому что кішкентай кезден уже осы бір установка, система деймін ба, стереотип деймін ба, осы қатып қалғанда, и со временем бір өскен кезде де ол жоқ болып кетпейді ғой, біз уже ол біздің миымызда тұр да. И өскен кезде де, күйеуіңнен бір нәрсе алатын кезде де, басқа адамдардан сыйлық алатын кезде де, внимание, либо болмаса просто комплимент алатын болсақ та, біз оны заслужить етуіміз керек деп ойлаймыз да. И кімге откликается, кімде осындай сезім таныс, вот сізде де то же самое, мен заслужить етуім керек, мен лайықты болуым керек, мен лайықты болған, мен достойны болуым керек. Мысалы, үй жинасам, тамақ істесем, күшті нәрсе жасап қойсам, күйеуім маған бір нәрсе береді. Немесе мен күшті бір нәрсе жасайтын болсам, енем мені жақсы көреді. Либо мен күшті бір инстаграмға әдемі болсам ғана, немесе күшті пайдалы ақпараттар берсем ғана, адамдар мені жақсы көреді деген секілді, вот сізде де сондай бір установка бар.